әдісі, яғни кездейсоқ дөңгелек әдісі арқылы топқа бөлінеміз тез-тез, иә? Салыстырмалы шырай формасындағы сын-есімдерді пайдаланып, өздерін бұрын байқамаған 1662 жылы қала көшелерінде кезді. Бұл көлік атқа жеккен ағаш арбаға ұқсайды. Пароход пайда болса, 1825 жылы Стокстон мен Дарлингтон қалаларын қосатын әлемдегі алғашқы теміржол салынған. Рахмет. Келесі жоспар бойынша 2015-2020 жылдарда бұл көрсеткіш 300 мың адамға дейін жетеді деген болжам болған екен, иә? Жақсы. Күрделі есімді тап. Салағаш. Қара ауған. Жақсы, жарайсыз. Енді Перизат, көліктен қай септік жалғауында тұр? Септік бар? Иә, септік бар. Септікті ойлайсыз ба? Сын есім мағынасына қарай қалай бөлінеді? Іңкәр, мағынасына қарай. Қалай? Бірасы жауап береді. Бұл үстірсі Бірасы жаластырамыз. Күшейтпелі шырайды тап. Ала сала өтіс ба? Нақты жауабыңыз айтыңыз. Әдемірек емес. Жақсы. Бибол, сын есім деген жаңа мысалы сіздерге туынды зат есім тап деген сұрақ болды, иә? Бірақ Темірлан мақсатты деген нұсқаны таңдады. Ал негізінде жауабы қандай болған болатын? Қандай еді? Зат есім түрлері. Күшейтпелі шырай дегеніміз не? Және бір-екі мысал. Салыстырмалы шырай дегеніміз не? Мысал, солай жазамыз, иә? Топтық жұмыс балалар. Барлығымыз қатысуымыз керекпіз. Екінші топ. Бір-бірімізге келер жасамаймыз. Кітап жоқ, қосақ дұрыс болушы еді. Сіздер кітап жоқ, күшіп білесіздер. Жамыз тұрсаңдар, сөйлеспе, жалқыма. Қайда отырмыз? Қосымша зат есім Алматы басқармасынан беріп болса, біз қосамыз. Салыстырмалы өте шырайлы күшейтпелі. Жақсы. Орасан зор күшейтпелі. Жақсы, жарайсыздар. Я келесі. Сын есім. Сары негізгі сын есім. Сары ала күрделі сын есім. Сән қой туынды Сын есім жақсы. Күшейтпелі шырай дегеніміз сын есім мағынасын күшейту арқылы жасалады. Оның мысалы өте, тым, ең, аса сөздер арқылы жасалады. Сын есім шайдың бөлшегі. Бұл екі сын есімді салыстырады. Мысалы, бұл ағаш осы көйлектен үлкенірек. Жақсы, жарайсыз. Сын есім түрлеріне мағынасына, құрамына, тұлғасына қарай бөлінеді. Мағынасына қарай сапалық қатыстық, құрамына қарай дара және күрделі, тұлғасына қарай негізгі және туынды. Негізгі және туынды. Зат есім толықтыра салайын ба? Ақылды. Аңқау. Жақсы. Енді екінші топ бастаймыз. Әр деңгей бойынша бөліп отырамыз, иә?
бұның өзі бір деңгей жетістік. Бізде 3 минут қалып тұр. 3 минутта мен тағы да бір рет қорытындылап бағалап жіберейін, сұрақ қойып жатыр. Иә? Осы сын есімдер, зат есімдер жайлы сіздерге сұрақ қоямын, иә? Аяру, маған күшейтпелі шырайды қатыстырып бір сөйлем құрап беріңізші, тұрамыз. Осы мектеп тым үлкен. Тым үлкен. Қандай шырай қолдандыңыз, күшейтпелі шырай? Иә, ол бірінші сауал жолы, екінші сауал жолы. Кейбір кішкентай. Ол бізде бірінші сауал жолы. Яғни